тақырыбындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Тәуелсіздік идеясы мәңгілік ел. 2014 жылы тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы тағы бір елеулі оқиға елімізге қатысты дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы шешім қабылданды. 2014 жылы 17 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауын жария етті. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кезекті халыққа жолдауын бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің келбеті деп бастады. 31 мамыр күні Қазақстанның астанасында әлем көз тіккен үлкен оқиға орын алды. 29 мамыр күні елордадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттерінің басшылары Еуразиялық экономикалық одақ құру шартына қол қойып, тарихи құжатты бекітті.